Мен қазір сөйлестім. Премьер-министрмен, қорғаныс министрмен. Қазір ғана ертең сағат 8-ден бастап қала ашылады. Ертең сағат 8-ден. Тоқтаңыздар. Сағат 6-дан бастап мына жерге автобустар келеді. Сол автобус ертең таңертең таңғы 6-да. Сағат өзіне 5000 жарылғыш табылды. Түсіндірсірме, қаланың ішін аулаларға кіру керек болып отыр. Кейбір жерде үйлерге кіру керек болып отыр. Кіре бергенде заң бар ғой. Заң бар, олар да қорқады. Соны кеше мына облыстың прокуроры бізге өзіне жауапкершілік алып, рұқсат берді. Қаулы берді. Кіріңдер үйге деп. Біз кіріп жатырмыз. Бересіздер ме қорғанға? Жазылмасын. Үйге кіреміз біз. Енді үйде жаңа кесіп бірден көріп тұратын болса, үйде гранат жазып, үйге кіреміз. Сондықтан сіздер бізге рұқсат беріңіздер. Содан кейін біз қалаға кіргенде бір белгі тәртіппен кіргіземіз. Осындағы жиналған қауымды бірінші кіргіземіз. Бізге ертең айталық сағат 6-да қаланы ашамыз деп военлар айтса, сағат 4-те осы жерге автобустарды әкелеміз біз. Автобусқа отырасыздар, ұйымдасқан түрде сіздерді бірінші кіреміз қалаға. Қалаға барғаннан кейін өзіне сіздерге әр қайсыңызға мынандай жадынама береміз, памятка береміз. Қара, өз жерге осторожно кіру керек. Кірген кезде үйлеріңіздің алдында біздің өкілдеріміз тұрады, бір сапер тұрады, бір участковый тұрады, бір әкімшіліктің адамы тұрады. Сіздермен бірге кіреді. Кіріп, протоколны бәрін қарап шығады. Ішінде жаңа жарылғыш зат бар ма, қай жері бұзылды, бәрін суретке түсіріп алады, мына видеоға түсіріп алады. Сөйтіп протокол жасайды. Оған қол қоясыздар өздеріңіз. Тоқтаңыз. Сол кіргеннен кейін протокол жасағаннан кейін сол жерде